Өңір басшысы Берік Абдығалиұлы азаматтардың жеке қабылдауын өткізді. Қабылдауға алдын ала 2 адам жазылған. Қабылдауға алғаш болып кірген Сәтбаев қаласының тұрғыны Ернар Исабеков жұмыс іздей келген. 3-ші топтағы мүгедек болған соң көп жер еңбекке жарамсыз деп қабылдамайтын көрінеді. Сондай-ақ тұрғын баспана мәселесінде қаузады. Басына 2 комната невозможно тұруға. 2 комнатаны авария құлайын деп отыр. Одан әрі аймақ басшысы қала тұрғыны Шәмшібек Аққыласовты қабылдады. Ол бірден бірнеше сұрақпен жүгінді. Атап айтқанда Ұлытау Жезқазған аймағының экологиялық жағдайы, ауыз судың сапасы, жылыту маусымының өту барысы. 56 жылғы спутник құлады ғой бізде, бірінші қонды ғой. Содан бергісін тексеріп жатырмын дейді. Мен бұған қағазды беріп отырмын. Асау опасный зараженность территорию Ұлытауского района, области. Соны дәлелдеп қағаз беріп, бұл қарамады. Халықты мазалаған мәселелер бақылауға алынып, шешу жолдары қаралады деді мамандар. Гүлім Маратқызы, Мейіржан Мейрамұлы, Ұлытау телеарнасы.